Баршаға сәлем. Бүгін 2024 жылы шыққан өте тамаша детектив жанрында түсірілген дорамаға қысқаша мазмұн жасайтын боламын. Телехикаяның орысша аты «Чеболь против детектива» деп аталады. Ал өзім қазақша атау таппадым. Осыған байланысты өз ойларыңыз болса, комментке жаза кетіңіздер. Ал кеттік ендеше. Фильм басында әр қашанғыдай басты рөлдегі кейіпкерімізді көрсетуден басталады. Оның аты Джин Су, байдың тоқалынан туылған екінші бала. Сол себепті әкесінің бизнесімен айналысқысы келмейді екен. Одан да басқа тірліктермен айналысқанды жөн көреді. Сол сәтте кейіпкерімізге шұғыл қоңырау келіп түседі, бір қызды ұрлап кепілде ұстап отыр деген. Оны көрген кейіпкеріміз полицей киімін киіп сол жаққа асығады. Қылмыскерлер ғимаратты түгелімен қоршап алыпты. Джин Су серіктерімен оларға қарсы күреседі. Бұл жолда біршама серіктестерінен айырылады. Ақыр соңында тұтқындағы қызды сәтті құтқарады. Сосын ойын аяқталды деген тетікті басады. Сөйтсек, бұның барлығы ойын екен. Бұған сайт қолданушылары бәстік еді. Кім жеңсе сол жүлделі болады. Ал мына жақта шынымен қылмысқа қарсы күрес тобының қызметкерлері қылмыскерді қуып келеді. Олар Кон Жун, Пак Кон Ён және де басшысы Ли Кан Фон. Олар да қылмыскерді тұтқындайды. Бірақ ол тек куә болған адам екен. Ал қылмысты досы жасапты. Қылмыскер досыны тұтқындау үшін оны алдап шақырады. Сосын топ мүшелері дайындалып қылмыскерді күте бастайды. Ал клубта Джин Су өз жеңісін достарымен тойлауда. Бір кезде досын іздеп сыртқа шығады. Досы удай мас бейтаныс адамнан тұтатқыш сұрап жүр. Әлгі бейтаныс Джин Суды полицей киімінде көріп, пышағымен досына жарақаттап қашады. Джин Су әлгі адамның артынан қуа жөнеледі. Сол сәтте басшы Ли Кан Хион оларды көріп артынан барады. Джин Су қылмыскерді тұтқындайын десе, қылмыскер қаруымен Джин Суға да тап береді. Сосын өзін қорғау мақсатында қылмыскерді соққыға жығып талдырады. Оны Ли Кан Хион көріп, Джин Суды тұтқындайды. Жалған полицей киімін киіп, бейтаныс адамды соққыға шыққан үшін. Ал бастығы Ли Кан Хионға қатты ашуланады. Сөйтсе, бұлар байдың баласын тұтқындағанын білмейді екен. Оны біліп бастығына уайымдамаңыз, бәріні реттейміз дейді. Сосын Джин Суды тергеуге алады. Джин Су қылмыскер қаруымен досымды жарақаттады. Сосын мен оны тұтқындамақ болдым дейді. Бірақ Ли Кан Хион ол жерден пышақ табылмады. Досыңда мойындамады деп қайтадан қамайды. Бұл жағдай журналистердің де құлағына жетеді. Джин Судың әкесі қала әкімдігіне сайлауға қатысып жатыр екен. Сол сәтте бір журналист кіші ұлыңыз адамды соққыға жыққан үшін қамауда отыр. Осындан кейін қалай әкім боласыз дейді. Оны естіген әкесі полицияға тез жетіп барады. Баласының ісіне ашуланып, сендей ұлым жоқ деп кетіп қалады. Ал ағасы уайымдама, бәрін өзім реттеймін дейді. Ли Кан Хион Джин Судың айтқандарын ой елегінен өткізеді. Сосын оқиға болған орынға барып пышақты табады. Кейін жәбірленуші деп жүргені өздері іздеп жүрген қылмыскер екенін біледі. Джин Судың ағасы сол жағдайды біліп, інімді полицей офицері ретінде жұмысқа аласыңдар. Соның артынан әкемнің де абыройы орнына келеді деп басшымен келіседі. Сосын халыққа Джин Суды қылмыскер емес, қаһарман полицей деп хабарлайды. Ал ертеңіне Джин Судың ерлігін полиция мекемесінде атап өтеді. Сол күннен бастап Джин Су полицей болып жұмыс бастайды. Оны Ли Кан Хионның тобына біріктіреді. Олар оны байдың ерке ұлы деп жақтыртпайды. Өз еркімен жұмыстан шықсын деп түрлі айла қолданады. Сол күні полицияға егде жастағы қарт жоғалды, соны табыңдар деген арыз түседі. Барлығы әлгі қартты іздеуге жұмылдырылады. Ли Кан Хион әдейі Джин Суды да алып шығады. Джин Су өз парақшасындағы ойын ұжымына шалды тапқан адамға өз сағатымды беремін деп пост салады. Сосын айналаны көптеген байкерлер қаптап кетеді. Солайша қартты көп ұзамай табады. Ойыншылардың бәрі тапқан адамды қошеметтейді. Ал полицейлер ауыздары ашылып қарап тұрады. Джин Су күнде таң қалдырудан жалықпайды. Сосын мекемеге бейтаныс әйелдің өлі денесі табылды деген хабарлама келеді. Барлығы сол жерге барады. Бірақ жұмыстарына Джин Суды жолатпайды. Ол да мақұл деп өз яхтасымен жан-жағын шарлап жүреді. Сосын Кан Хион айғақтар жинау үшін Джин Суды өзімен бірге алып кетеді. Қайтыс болған қыз модель екен. Соның жұмыс орнына барады.
Канхён тергеу жүргізіп жатқанда Жинесу қыздармен әңгіме дүкен құрады. Канхённың оған ашуы келеді. Сосын мәйітті тағы да тексеруге барады. Жинесу мәйітті көріп есін жоғалтып бірдемелер елестейді. Канхён оны көріп шошып кетеді. Ал Жинесу қалжыңдадым деп тез есін жиып алады. Сосын камера жазуларынан қылмыскерді анықтайды. Ол да байдың ұлы екен. Жинесу қылмыскерді өзі тұтқындауды ұйғарып, тек байлар демалатын орынға барады, ал Канхёнды ол орынға кіргізбейді. Сол сәтте күзетшілер есіктен Жинесуды лақтырып шығарады. Сосын екеуі әлгі байдың күзетшілерімен төбелеседі. Ақыр соңында бәрін жеңіп, әлгі бай баласын тұтқындайды. Тергеу кезінде оның өлтірмегені мәлім болады. Екінші ағасы есірткі қабылдайды екен. Сол өлтірді дейді. Сол сәтте екінші ағасы мекемеге жетіп келеді. Кейін аға іні бір-бірін айыптап жаға жыртысады. Одан кейін үлкен ағасы келеді. Сосын байдың екінші қатыны. Кіші ұлы сол әйелден екен. Кейін байдың бәйбішесі де келіп жетеді. Сосын барлығы бір-бірін айыптай бастайды. Ал Жинесу олардың түгел шежіресін айтып таныстырып, телефонға түсіріп отырады. Барлығы оны көріп түрлерін жасырып сыртқа шыға бастайды. Ал байдың екінші ұлыны да күдікті ретінде тұтқын қалады. Өкінішке орай тергеу кезінде ол да қызды өлтірмеген болып шығады. Сол сәтте Жинесу қызды басқа кемеде өлтіріп, сосын сол жерге тастап кеткенін айтады. Себебі мәйіт табылған яхтада қан іздері болмағанын дәйек етеді. Ал серіктестері детектив ойыныңнан шаршадық деп елемейді. Ертеңіне қайтыс болған қыздың телефонда соңғы рет кіммен сөйлескенінің мәліметтері шығады. Ол соңғы рет байдың үлкен ұлымен сөйлесіпті. Сосын үлкен ұлынан жауап алу мақсатында соның жұмыс орнына барады. Байдың ұлына бірдеме айтпақ болып хабарласыпты. Бірақ жұмыстары шығып дұрыстап сөйлесе алмаған екен. Дегенмен байдың үлкен ұлы әлгі бикештің әкесімен де байланысы бар екенін айтады. Өкінішке орай дөкейдің өзінен жауап ала алмайды. Себебі ол шетелде екен. Бірақ Жинесу дөкейдің шетелде емес ауруханада екенін анықтайды. Кейін серіктестеріне өзі жинаған мәліметтерді баяндап береді. Сол күні неге барлығы мекемеге келіп қойылым қойғанын түсіндіреді. Сөйтсек бай әкелері өлім аузында жатқанына балалары мұрагерлікке таласып жатыр екен. Ал өлген қызда сол байдың некесіз қызы болып шығады. Сосын барлығы оны ағалары өлтірді деген тұжырымға келеді. Кейін Жинесу айтқан басқа яхталарды да қарап шығу керек деп шешеді. Бірақ оған рұқсат ала алмайды. Кейін Жинесу өзім көмектесемін деп Канхёнды сол жерге ертіп барады. Жинесу жасырын сол яхтаға кіріп айғақтарды табады. Кейін оларды сараптамаға жібереді. Сараптама нәтижесінде қылмыскер бәйбішенің хатшысы болып шығады. Дөкейдің бәйбішесі тоқалдардың балдары мұрагер болмасын деп әдейі жолындағылардың бәрін құртқан екен. Қылмысы әшкері болған бәйбіше хатшысы екеуі шетелге қашып бара жатқан біледі. Олардың артынан тез қуып жету мақсатында Жинесу өз тікұшағымен жолға шығады. Сосын екеуін әрең дегенде құрықтайды. Кейін тергеу кезінде бәйбіше барлығын оңай мойындайды. Сол сәтте бәйбішенің ұлы келеді. Жинесу шешең бәрін мойындады. Шыққанша мына бөлмеде күте тұр дейді. Ол бөлмеге кіріп бара жатып теріс қарап жымияды. Оны Жинесу байқап тез дөкейдің тоқалына барады. Бәйбіше қызды өлтіргенін мойындады. Бірақ менің күмәнім бар. Бәйбіше өз ұлының қылмысын жасырып, оны мұрагер етпекші, соған жай қарап отырасыз ба? Менің ойымша, сізде айғақ бар. Өз ұлыңыз мұрагер болсын десеңіз, соны маған беріңіз дейді. Кейін Ли Канхёнға қоңырау соғып бәйбішенің ұлын мен келгенше жібермей тұр дейді. Ли Канхён бәйбішенің ұлын барынша ұстап отырады. Бірақ Жинесу келе қоймаған соң амалсыз шығарып салуға мәжбүр болады. Дегенмен соңғы сәтте Жинесу жетіп келіп дөкейдің үлкен ұлын тұтқындайды. Сосын бәрі біткен соң өз жеңісін ағасымен тойлайды. Ал әкесі өз көлігінде келе жатып, ұлының жақсы жаққа бет бұрғанын көріп қуанып қалады. Сосын таңда Жинесу өзі қатты бағалайтын суретшіден шақырту алады. Суретші өз туындыларына арнап кеш ұйымдастырған екен. Жинесу қуанып сол жаққа аттанады. Жинесу келгені сол еді, жұрттың бәрі мына жерде мәйіт жатыр деп шулайды. Жинесу сол жерге асығады. Барса ол өлтірілген адам суретшінің өзі екен.
Тексеріп қараса шынымен өліпті. Сосын бәріне мен детективпін, ешкім бұл жерден шықпасын деп жағдайды өз қолына алады. Телехикаяның осы жерінен бірінші бөлімі аяқталады. Достар, бейне ұнаса, менің арнама жазылып алыңыз, келесі бөлімдерін жіберіп алмас үшін. Кездерсеңше достар.